Болашағы жолымда әрбір баланың. Бойымдағы бар білімді саламын. Даярлықта мұғалім болдым 3 жыл. Шәкірттердің штаб зейін талабын. Алтыния Кобековтың ұстазы. Мен Құралай Тұрысбекқызы боламын. Балалар, біз қандай ертегілерді білеміз? Бауырсақ ертегісі. Қандай? Үйшік ертегісі. Одан кейін? Шаю. Шалқан ертегісі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Біз осы ертегілерді, тағы басқа ертегілерді білеміз, Қазір балалар, біз қандай ертегі өтеді екенбіз? Өте тамаша. Жетілақ өтеді екенбіз, балалар? Жетілақ ертегісі негізінде бетперде және таяқша арқылы балаларға санауды үйрету мақсатында жүргізілген ұйымдастырылған іс-әрекетке дайындық. Мақсатында математика мен көркем әдебиет дағдыларын дамытуға бағытталған. Мұнда көркем әдебиетті пайдаланып, ойын түрінде санау тапсырмалары арқылы оқушыларға санай білу дағдылары үйретіледі. Жетілақ ертегісі арқылы санауды үйрету бетперде мен таяқша әдісімен. Санау дағдыларын дамыту, көркем әдебиет арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, ертегінің мазмұнын түсіну, қиялды дамыту, топтық жұмыс дағдыларын. Бірде ешкі орманға лақтарына сүт, тамақ әкелуге жиналыпты. Ол кетісімен лақтары үйшіктің есігін іліп алды. Лақтарым, аша қойыңдар, аналарың келді, сендерге сүт әкелді деп өлеңдетеді екен. Ал сол орманда бір ашкөз көкжал қасқыр өмір сүріпті. Ол бірде ешкінің лақтарымен қоштасып орманға кетіп бара жатқанын байқап қалады да лақтарды алдамақ болады. Сөйтіп үйшікке жақындап, жуан дауыспен ешкінің әнін айта бастайды. Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, мен сендерге орманнан келе жатырмын. Мен күнде орманға барып, лақтарыма сүт, тамақ әкелетінмін. Бүгінде орманға барып едім, менің орманға кеткенімді пайдаланып, көкжал қасқыр менің лақтарымды ұрлап кетті. Жібермеймін дейді. Қасқырдың тапсырмалары бар екен. Сол тапсырмаларды орындасаң, ғана жіберемін дейді. Кел балалар, даярлық Б сыныбының балалары тапсырмаларды жақсы орындайды дегенде естіп, сендерден көмек сұрап келдім. Маған көмектесесіңдер ме? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетке біз жетілақ ертегісін оқып санауды үйренеміз. Балалардың әрқайсына жетілақтың бетперделері таратылады. Балалар, қазір сендердің алдыларында жетілақтың бетперделері тұр, таяқшалармен. Соны біз қазір пайдалана отырып, есептерді шығарамыз. Балалар, менің лақтарымды құтқарып қалғандарың үшін рахмет сендерге. Балалар, мен құр қол келген жоқпын сендерге. Сыйлық ала келдім.